Всем привет. Сарчика болдум енді. Саркин болдум. Саршашпен сара едім. Енді саркин болдум. Қайтпай тұрмын. Енді қайтемін деп ойладым. Ойға түпсіз терең бойладым. Қой десе де қоймадым. Елді тәуекелге байладым. Дейтін осы екен ғой, короче. Мына жерде далаға шыққан кезде кішкене андай коричневый ма, баклажан ба сондай сияқты бір оттенок береді. Енді сарыдан кейін сразу мындай болады да. Тонировка жасағаннан кейін полностью өзім түсетін болады бұрынғы, короче. Немене, короче дей беремін. Жауап берші маған, айтып. Мына апым 2,5 сағат қасымда отты күтіп. Өт солай. Енді бір нәрсе деп көріңдер, аузынан ұрам деп. Енді боят атсам, зачем, Сара, зачем бояватсың? Вот почему сондайсыздар сіздер? Вообще не понять вас. Ассалаумағалейкум, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Айбаттың көңіл күйі жоқ. Айбат бүгін мұңды. Енді мұның тарататын бір қасымда өзімнің досым бар, палчаным бар, служагым бар, айналайын Тайсын. Көп жаса. Ассалаумағалейкум. Бұл Тайсын. Сол спецназ ғой, короче. Сол Алла қаласа Тайсын екеуміз Қапшағайға кетіп баратырмыз. Бүгін Айбатқа кедергі болмаңдар. Айбат бүгін демалсын. Айбата заслуженный отдых сегодня. Завтра, наверное, будет как штык. Так что давайте. Барлықтарыңызға жақсы демалыс күн болсын. Бізге жақсы жол болсын, родной. Амин. Айналайын. Амин. Ассаламу алейкум, баршаңызға қалайсыздар? Бүгін қасымды жасатып алдым. Алдыңғы сториста көргендеріңіздей. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Тойға келдік. Бүгін бізде күндізгі той екен. Сол ұйқы қанбады. Бүгінгі демалыстарыңыз жақсы өтсін, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Біз сол жұмыс істейміз, сіздер бүгін демалыңыздар енді. Всех обнял, поднял, в общем.